Кейбір адамдар имамға ұймауы мүмкін. Кешігіп қалған секілді әдейі кірмей тұрады. Имам бітті-ау деген уақытта о деп кешігіп қалған адамдар сияқты кіреді, өздерінің адамы біреуін имам шығарады, жеке жамағат болады. Бұған рұқсат берілмеген. Егер ондай фитна басталғанын білсе, көрінсе, ондай фитна басталған, бірден екінші жамағат тыяды, болды, оқыттырмайды. Я имам қоясыңдар, я жеке-жеке қойсыңдар дейді. Тәртіпке келтіру керек бұйырылған. Өйткені жамағат екіге бөлу деген бұл мұсылмандардың арасында бөлінушілік деген сөз, дұрыс емес. Кезінде Куфаның әкімі болған бір. Соншалық шектен шыққан әкім болған, тіпті арақ ішіп қоятындығы болған. Сол түнде арақ ішкен, таңертең келіп намазды өзім өтем деген. Абдулла ибн Масғуд бар, әлі сахаба тірі. Сол уақытта мен намазға шығам деген, сонда адамдар бұған ұймаймыз, шейхтің артынан ұямыз дейді, ибн Масғудтың артынан ұямыз деп тұрады. Енді ибн Масғуд деген сахаба. Анау әкім шығар, бірақ арақ ішіп жүрген адам ол. Намазды мен өтем деп тұрып. Сонда не істейміз деген уақытта ибн Масғуд айтқан, артынан ұямыз деген әкім. Өйткені әкім де сол, негізгі имам да сол деген, өйткені. Ұямыз деген, түнде арақ ішкен болса да деген. Артынан ұйған, фитна болмасын деп. Сонда соған ибн Масғуд шыдай алмай қанша ашуланып тұрса да ұйып жүрген, бірақ бір күндері келді дейді, жаңа кісі шектен шығып кетті дейді. Таң намазының парызын 4 ракағат оқыған екен келіп. Сөйткенде намаздан кейін сәлем беріп, қаласаңдар тағы арттырайық деп айтты дейді. Ашуланып бұны халифаға хат жазған. Әкім мынандай нәрсе жасап жатыр мына жерде. Шектен шығып жатыр, намазды мазақ қылуды бастады дейді. Сол хабар жеткен кезде Хазірет Алидің өзі келіп, әкімнің үйінің бәрін, үйіндегі мал дүниесін барлығын алып бюджетке қосып қайтадан, өзін елдің алдына шығарып басын кесіп тастаған. Мұнда тірлік істегендігі үшін. Соны көреміз, бұл не екен? Жаңағы қаншама ол күнәһар да болып тұрса, атақты ғұлама, сахаба ибн Масғудтың өзі артынан ұйғандығы. Ана имамның қырағат дұрыс емес екен деп ұймай қою деген болмайды, бекітілген болса болды, ұйылады. Өйткені имамға ұйыңдар, ол қателессе, күнәсі өзіне, сауабы сендерге деп айтқан. Ұя бересіз бұл, бекітілген имам ба, сол ерін имам? Ұясыз. Сіздерде естеріңізде болсын. Ауылға барған уақыттарыңызда көбінесе бір ауылдың молдасы болады, ол ақсақал болуы мүмкін, немесе бір өзі жаттап үйреніп алған, медресе көрмеген бір кісі болуы мүмкін. Ой, мынауыңа ұймаймын деп айтушы болмаңыздар. Имам ба бекітілген, ұйылады, болды. Кейбір адамдарымыз разы болмайды. Ауылға барсақ, ана имам былай істеп жатыр, оқыған Құран қате болып жатыр. Ұямыз ба, жоқ па? Ұя бересіз. Ұя бересіз. Бекітілген имам ба ауылдың? Болды. Ұя бересіз. Оның сауабы сізге, күнәсі өзіне болады, қате болып жатса.